Сәлем достар, бүгін біз жағаласма дедіңдер. Бүгін біз виртуал бокста Windows'ымызға құпия сөз қоюды көрсететін боламыз. Ол үшін бізге Windows'ты басып алып, оның сеттинг деген немесе настройкаға кіреміз. Және общийға кіреміз. Общийдің ішінде шифрование дисков деген бар. Соның ішінде AES-XTS деген шифрлау кодын таңдаймыз, және сол жерге жаңадан пароль енгіземіз. Мысалы, мен 1 деп енгізем. Сол парольді қайталап аламыз. Және одан кейін, егер пароль бар болса, парольді қайта енгізу керек болады, немесе өзі автоматты түрде пароль қойылады. Так, қазір болған соң қайта жалғастыратын боламыз. Сөйлей беріңіз. Так, міне көріп тұрғаныңыздай өзі пароль қойылды. Ол парольді қайтадан көрсетіп жере салайсыз. Міне мына жерге кіріп, сет дегенді басамыз. Сет деген үстіміздің жолы ол. Бізді сетке жалғайтын боламыз, өзіміз виртуал бокста. Ол үшін натқа қосамыз. Және белгілі бір IP адрес қоя аламыз, кез келген. Және келесі адаптерлерді қоссақ та болады. Міне. Болды, оңай. Так, сәлем достар, енді жалғасын көрсетейік. Енді бізде 4-ші тапсырма drag and drop пен нені алып тастау. Яғни біздің немізді басқа жолдардан қорғау. Мысалы, өзіміздің основной компьютерден мына вирус келмеу. Осымыз drag and dropты өшіріп қоямыз. Және общий буфер обменін алып тастаймыз. Общий папка болса, оны алып тастағанымыз жөн болады. Так, енді 5-ші тапсырмаға көсейік. Бізде 5-ші тапсырмада қатып қалды ма? Жарайды. Жалпы бізде 5-ші тапсырмада сделать снимок, суретке түсіру керек. Осы состояниен суретке түсіру керек болады. Ол үшін бізде осы посты деген басамыз. Содан бізде снимок жасалады. Мысалы, мынаны найқа қойайық. Ал өшірген кезде мамаңа звондайсың. Қазір бір медай. Міне, көріп тұрғандарыңыздай, жаңа басында тұрған жағдайға келеді. Сонымен бітті.